қайын атасына жар болған келіншек. Ол кезде мен 5-ші сыныпта оқитынмын. Жер кең болғандықтан ба, ауылдағы үйлер бір-бірінен шалғай жататын. Солтүстік жағымызда көршінің үйі біздің үйден 100 метрдей қашықта болатын. Бір-бірімен аралас-құралас болып жатқан ауыл адамдары сол үйге көп бара бермейтін. Неге қайдам, әйтеуір сол үйде ұрыс-жанжал жиі болып тұратын. Үй иесі шабандоз Ермұрат жауырынды, бойшаң келген көрікті кісі еді. Ал әйелі болса Тұрсынай апа, бой кішкентай және өңсіз келетін. Өте жуас кісі еді. Кейде Ермұрат ішіп келіп, соққыға жығып тастаса да, көшеге шығып қашпайтын, төркініне де кетіп қалмайтын. Бет-аузын көгерген қайтқанша үйден шықпайтын. Сол кісілердің тұрмысқа шыққан бір қызы, ержеткен бір ұлы болды. Қызы әкесіне тартқан сұңғақ, аққұбаша келген әдемі, ал ұлы анасына тартқан болу керек. Аласа бойлы, өңсіздеу әрі жуас жігіт болатын. Үлкендердің айтуына қарағанда, Ермұрат жетім өскен. Ет жақын туысы да жоқ. Қалмал төлеп алуға шамасы болмаған соң, бір кедей тұратын кісінің қызына үйленген. Тұрсынай апаның қанша таяқ жесе де, төркініне кетіп қалмайтынын көпшілік осымен түсіндіретін. Үлкендер Ермұраттың ішіп алып, әйелін жиі ұратынын менсінбегендіктен деп топшылайтын. Бүгінгі күні ойлап қарасам, расымен де екеуі бір-біріне тең емес сияқты көрінеді. Біз 5-ші сыныпты бітіргенде жазда Ермұрат ұлы Пашанды үйлендірді. Ел жұрттың айтуына қарағанда, бұрыннан 5 құда болған. Қыздың әкесі де шабандоз болған екен. Бірақ ол қызы бойжеткен шақта өкпе ауруынан қайтыс болған көрінеді. Берген сертін бұзбай, қызын Ермұраттың баласына беруді әйеліне аманат етіп кетеді. Әйелі де күйеуінің аманатына қиянат жасамай, қызын Ермұраттың баласына ұзатады. Пашанның келіншегі Бәтима қос бұрымы белден төмен түскен, сұлу еді. Бойы да Пашаннан ұзын болатын. Елдің бәрі қызығып қарайтын. Кейбір көре алмаушылар бойында бір кемшілігі бар шығар, әйтпесе мынаған қалай түйіп жүр, десті. Енді бірі есі дұрыс емес екен, көтеріліп ауырады екен деп те өсектеп жүрді. Бірақ Бәтиманың кемшілігінде көтеріліп ауырғанын да көрмедік. Сол жылы күзде Тұрсынай апа ауырып үйден шықпай жатып қалды. Базбіреулер Ермұрат ұрып, майып қалып тастапты десті. Не болған белгісіз. Тұрсынай апа қыста қайтыс болды. Ермұрат көкпар шауып нәпақа табатын. Сол кезде әр демалыс сайын көкпар болып тұратын. Ермұрат көкпардан еш құр қайтпайтын. Кейде киіз, кейде кілем, кейде мал жолжалап қайтатын. Ал Пашан үйінің малын бағатын. Күн ұзақ далада жүреді. Ондай кездерде үйде Ермұрат пен келіні қалатын. Күндердің күнінде Ермұрат келінімен көңілдесе екен деген сөз де шықты. Бұл сөзге біреу сенсе, біреу сенбеді. Сол сөз Пашанның құлағына да жеткен болу керек. Анасының жылы болмай жатып, ол асылып өлді. Пашан өлгенде Бәтиманың бойында ештеңе болмаған. Сондықтан ауыл адамдары Пашанның жетісі өткен соң Бәтима төркініне біржола кететін шығар деп күтті. Алайда Пашанның 40 өткен соң да Бәтима кетпеді. Гу-гу әңгіме одан сайын өршіді. Күйеуінің жылы өтуін күтіп жүрген шығар деп Бәтимаға аянышпен қараушылар да болды. Бүкіл ауылдың әңгімесі сол үй төңірегінде өрбитін. Арадан 7-8 ай өткенде Бәтима үйден шықпайтын болып. Бұрында көп бара бермейтін ауыл адамдары Пашан өліп, өсең аян көбейген соң ол үйге бас сұғудан қалған. Бір демалыста Ермұрат көкпарға кеткен болар. Бәтиманың жағдайын білейін деп барған көршінің әйелі тал түсте қайната мен келінің төсектес болып жатқанын үстінен түседі. Сол күні-ақ ол әңгіме бүкіл ауылға тарады. Ол әйелдің өсек аяңға жақын екенін білетін ауыл адамдары бұл әңгімеге сенер-сенбесін білмеді. Алайда көп ұзамай шындықтың беті ашылды. Арадан 2 ай өткенде Пашаның жылын берді. Құдай асқа барған ауыл адамдары Бәтиманың аяғы ауыр екеніне өз көздерімен көрді. Бір қызығы, бұған дейін Бәтиманы жерден алып, жерге салып келген ауылдастар енді оған аянышпен қарады. Бар кінәні Ермұраттан көрді.
ақсақалдар жиналып Ермұратты ауылдан көшіру керек деп шешті. Бірақ Ермұрат Бәтиманың ай-күні жақын екенін айтып, біраз уақыт беруді сұрайды. Көп ұзамай Бәтима ұл тапты. Қанша кінәласа да ауыл әйелдері барып Бәтимаға аяқ-қолын бауырына алуға көмектесті. Ауыл ақсақалдар да баланың буыны қатқанша көште мазаламайық деседі. Бір күні Ермұрат ауыл ақсақалдарын үйіне шақырып, кешірімін сұрайды. Батасын беріп, молдаға Бәтима екеуінің некесін қиюға рұқсат беруді сұрайды. Мұндай өкінішті күтпеген ақсақалдар алғашында абдырап қалады. Біреу олай дейді, біреу бұлай дейді. Әйтеуір ең соңында Ермұрат пен Бәтимаға бата беріп некесін қию керек деп шешеді. Содан кейін арадан 3 жыл өткенде Ермұрат пен Бәтима екі баласымен басқа жаққа көшіп кетті. Бәлкім өздерінің бастан өткергендерін есейгенде балаларымыз білмесін деген шығар. Осы оқиғаны жазып отырғанда бойымда кінәлаудан гөрі кешірімшілдік басым болғанын байқадым. Ал мұндай жағдайға кешіріммен қарауға бола ма?